Күні кеше Жемісті ауылдық округінде биогумус бағытындағы пилоттық жоба талқыланған болатын, ал бүгін аталған жиынның екінші кезеңі өтті. Онда да Қызылжар ауылдық округіне қарасты диқандар мен вермифермерлер бас қосты. Нақтырақ алдағы сюжетте. Өнімділік, дәмі, органикалық тыңайтқыштарды қолданудың аймақтық ерекшеліктерімен қолданғаннан кейінгі топырақ жағдай жіті зерттеледі. Бұл сөз биогумус сатып алып, келер жылы субсидияға қол жеткізуді көздеген азаматтардың алғы шарттары. Органикалық тыңайтқышты пайдаланған диқандарға жеңілдік беріледі деген вермикомпост өндірушілер осылай дейді. Органикалық тыңайтқыштарға арналған, пилоттық жобаға арналған семинар. Жер анамызды құлдырап, құнарсызданып кетіп отқан жер анамызды қайтадан тірілтіріп, қалпына келтіріп, жұмыс орындары ашылады. Бұның артында ауыл, білесіңдер, қазір не болып жатыр ауылда? Жұмыс орындар жоқ. Диқаншылық істейін десең, жеріміз құнарсыз, химия қымбат, адамға зиян химиялар. Ал бұл табиғи тыңайтқыш болғаннан кейін барлық жақтан бізге пайда, адамзаттың өзіне пайда. Біздің комитет соның әрекетінде, Алла қаласа, біз соның осы пилоттық жоба соған арналған, осы субсидия мәселесінде, осы органикалық тыңайтқыштар бойынша. Оның үшін бізде дәлелдеп беруіміз керек оны. Соның үшін осы семинарлар өткізіп жүрміз. Аталған жобаға 3 таптағы азаматтар қатыса алады екен. Органикалық тыңайтқыш өндірушілер, органикалық өнім өндірушілер мен жобаны бірлесіп ұйымдастырушылардың өкілдерінен тұратын сараптамалық комиссия. Тіпті бұл жобаға республиканың белді ұйымдары қолдау білдіріп отырған көрінеді. Қазіргі күнде біз өте көптеген кубтарды өндіріп, органикалық тыңайтқыштармен бүкіл Қазақстанды қамтитындай дәрежеге келтіріп жатырмыз. Бұл биогумус, өздеріңіз білесіздер, нәтижесін өте қатты көрсетуде. Қазір жаңағы семинар кеңесте де нәтиже сөйлейсін деп, жаңағы диқандар өздерінің нәтижелерімен бөлісіп жатыр. Бұл атап айтқанда жаңа мақтада болсын, күріште болсын, бидайда болсын, жаңағы көкөністерде болсын, өзінің көрсеткішін көрсетіп жатыр. Бұған өту бүкіл қазақстандық диқандарға өте тиімді, өйткені жерлеріміздің барлығы шашады. Соның гумусын көбейтіп, оны құнарландыруда бұл белсенді қызмет атқарады. Бүгінгі жиында да диқандарға органикалық тыңайтқыш жайлы біраз ақпарат берілді. Бұл пилоттық жоба болғандықтан мемлекеттік қолдау алу егін еккен елдердің өзіне байланысты болып отыр. Тағы айта кетейік, тәжірибелік кезең 1 жыл. Мейірхан Бақытжанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.